мынау банк, яғни Америкадағы банкта. Мен видео түсірем дегенше, мына мен алдыма кіріп кеткен қалай болды? Мынау Америкадағы Chase деген банкта. Яғни осы банкта менің картам бар. Дәл осы картамен ақша шешу үшін қазір өйстіп Америкада жағдай жасап қойғанда, мынандай келіп банкоматқа өйстіп келесің да, машинамен келіп алып кетесің ғой, егерден снимать етіп. Тура осындай семірудің салдары осы ғой негізі ше. Міне келесің, картаңды саласың қазір. Осындай магазиндер де бар. Мысалы, магазин ғой. Яғни магазинге келген кезде үст машинаңнан шықпайсың, келіп просто не керек екенін айтсаң, өздері саған барлық нәрсеңді әкеліп береді, төлейсің де кете бересің. Ертең қазір мен ақшамды алып кете беремін. Міне, ақшаны шешіп алдым. Nerede? Міне, $1000. Сразу шешіп бере салдым. Чекті аламыз. Все. Қалай Америкада адамдар семірмейді осыдан кейін, міне. Просто келіп, еш жерге шықпайсың, машинаңнан шешіп аласың да кете бересің. Дәл осындай магазиндер де бар. Шықпайсың, төлейсің, әкеп береді. Кете бересің. Қалай зор ма? Негізі Қазақстанда осындай условия жасаса қалай болады негізі? Ой, тоқтаса видеом түсіріп жатырмын ғой.